Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Танымға бастар жол тақырыбындағы сабағымызды жалғастырамыз. Адам баласы үнемі жақсылыққа, ізгілікке талпынып өмір сүреді. Ізгілікке құштар болыңыз. Ізгілікке, жақсылыққа құштар болған сайын жан дүниеңіз ашыла түседі. Өзіңізге бақылауды, жауапкершілікті күшейте біліңіз. Әрдайым сөзіңіздің, ісіңіздің бірлікте болғанын қадағалаңыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі жақсылық жан азығы. Балалар, дәйек сөзді бірге айтып көрейік. Жақсылық жан азығы. Дәйек сөзді талдайық. Мына сұрақтар бойынша ойларыңызды түйіндеңіздер. Жақсылық деп нені ұғасыздар? Жан азығы дегенді қалай түсінесіздер? Адам өзінің жанын немен қоректендіру керек деп ойлайсыздар? Басқаларға жақсылық жасағанда өзіңізді қалай сезінесіз? Ал басқалар сізге жақсылық жасағанда қандай күйде боласыз? Адамның асыл қасиетінің бірі жақсылық жасай білу. Адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үлкен адамгершіліктің белгісі. Басқа адамдарға жақсылық жасап, қиын кезеңдерде демеу болайық. Адамдарға барынша көмегіңді аяма. Сол кезде ғана адамгершілігі мол, бойында жақсы қасиеттер дамыған адам боласың. Жарық дүние есігін ашқан әр қайсымыздың бұл өмірде атқаратын ісіміз, қағидаларымыз бар екені аян. Шамасы келгенше әр адам баласы өз тіршілігін атқарып келеді. Жақсылық өлшеусіз құндылық. Балалар, ендігі кезекте бейне көрсетілімге назар аударыңыздар. Алло, жиен? Алло, ағасы, қайдасыз? Сен айтқан арбатта отырмын ғой? Көрдім, бер қараңыз. О, жиен! Батырым. Ағасы, қалайсыз? Қалай, жиен? Жақсы. Тәу жігіт болып кетіпсің ғой, қап-қара болып мен сияқты. Отыр. Өсіп жатырмын. Қалай, әпкем, жезделерім, жағдайлар жақсы ма? Жақсы. Нағаш, қыдырамыз ба? Қыдырғанда, айлық алғанда бір жақсылап қыдыртармын сені, жиен, Ой, уайымдамасаңыз, менде ақша жеткілікті. Оның үстіне қонақсыз. Ой, рахмет. Сен ақшаны қайдан алып жүрсің? Әкем әр бес алғаныма 5000 теңгеден береді. О, жақсы. Айтпақшы, әжең май құрт беріп жіберген. Бір пакет қылып беріп жіберген ба? Жоқ, азын аулақ. Онда мына пакетке не салып алғансыз? Бұл пакет менің пакетім емес. Менікі мына сумка ғана. Бұл пакет біреудікі қалып кеткен болар. Ішінде не бар екен? Көрейікші. Жиен? Мынауың не? Жиен? Фуй! Ішіне біреу тамақ салып қойып. О, апанікі болар. Түскі астан қалған тамағы шығар. Ұят болады. Орнына қойып қояйық. Нағашы, менде бір зор идея бар. Не идея? Қазір көресіз, қызық болады. Жиен. Не істеп жатсың? Жиен. Қазір апа таппай іздейді. Қызық болады, ілдірмей отыра беріңіз. Жиен. Үлкен адамды әбігерге салып, көңіл көтергеніміз адамдыққа жатпайды. Қазір қызық болады деймін. Менде сенікінен де зор идея бар. Қандай? Пакетті бер әкеш. Маған қарызға 5000 теңге бере тұршы. Айлық түскен кезде қайтарам. Олай шақ берем ғой, нағашы. Міне. Менде 3000 теңге бар екен. Айлыққа дейін бір мәнісі болар. Барлығын сала салайын. Неге ішіне салып жатсыз? Қазір қызық болады. Қой, апа келатыр. Көрінбейтін жерге тұра тұрайық.
жүр. Жарайды. Bismillah. Vallahi Vallahi akşadan kınalıp жүргенімді білген екенсің ғой. Осы ақшаны салған адамның ата-анасына мыңда бір рахмет. Нұрыңды жаудыра көр, Аллам, сол отбасыға. Естідің бе жиен? Бір жақсылық жасап ең, ата-анаңа рахмет айт. Ал пакетін тық болғанда, атаңа нәлет деп айтыптым беді мүмкін. Кешіріңізші, ыңғайсыз болып қалды. Біреудің затын тығып, қиналғанын көргенше, жақсылық жасап қуанғанын көрген қандай бақыт. Иә, байқадым нағашы. Бала шағам қуанып қалатын болды ғой. Сен бүгін әкеңе алған бесіңді емес, жасаған жақсылығыңды айтшы. Қалай қуанған байқайсың? Міндетті түрде айтам нағашы. Жүр кеттік. Ой, Аллам. Жиен, жақсылық жасау үшін міндетті түрде бай болу шарт емес. Мейірімді болсаң жеткілікті. Мысалы, біреуге жылы сөйле, үлкенге көмектесіп жібер. Соның бәрі қайырымдылық болып есептелінеді, жиен. Түсіндің ғой мені? Түсіндім нағашы. Апаға көмектесейін. Апа келіңіз, көмектесіп жіберейін. Ой, айналайын, рахмет айналайын. Көп жаса. Айтқаныңыз келсін, апа. Балалар, қайырымдылық бейне көрсетілімі сендерге ұнады ма? Ендеше сұрақтарға жауап берейік. Нағашысы жиенін қандай құндылықтарға тәрбиеледі? Жомарт адамды қандай қасиеттерінен тануға болады? Өзіңіздің қайырымдылық жасаған кезіңіз болды ма? Балалар, күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі жақсылықтар мен жамандықтарды ажырата біліп, жақсымен дос болып, жақсыны үйренейік. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді бекіту үшін шығармашылық тапсырма орындайық. Үшінші тапсырма «Қайырымдылық қайырлы іс» атты қайырымдылық акциясын өткізудің жоспарын құрыңыздар. Төртінші тапсырма «Мейірімділік жүректе» тақырыбында эссе жазыңыздар. Ал ендігі кезекте балалар, жақсылық менен басталады жобалық іс-әрекетін орындауға шақырамын. Маған адамдарға көмектескен ұнай ма? Мен ата-анамнан нені үйрендім деген сұраққа жауабыңызды жоба күнделігіне жазыңыз. Қай кезде болмасын, жақсылық істеуді жадыңнан шығарма. Бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттерді жүрегімізге сақтап алайық. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.